Куәгерлер туралы. Негізі куәгерлердің осы буллингтағы рөлі ең маңызды рөл деп қарауға болады, өйткені оларда буллинг істеген адам мен потерпевшіден айырмашылығы бар. Неге? Өйткені оларға істелінбейді бұл, және олардың өзінің еркі бар істеуге. Бірақ еркі болғандықпен заңда оларға екі ақ жол бар: көмектесу немесе көмектеспеу. Қайсысын таңдасаңыз да сіз осы істің бір бөлігісіз. Соның кесірінен бізде қорқыныш пайда болады. Ол теріс баға қорқыныш. Буллинг кезінде бір нәрсе істегісі келсе, ол екінші ойы шығады. Может, бұл теріс келуі мүмкін, маған теріс болуы мүмкін деп. Осыдан кейін болады куәгер эффектісі. Куәгер эффектісі деген ол куәгердің кім болса да, қалай болса да, осыған бөлшегі болу керектісі. Куәгер эффектісінен шығады жауапкершілік диффузиясы шығады. Жауапкершілік диффузиясы ол куәгерлер көбірек болғасын ойлайды. Жауапкершілік басқа біреуге тарау керек, басқа біреу айту керек деп ойлайды. Осыдан қалыптылық басталады. Осылай әр куәгерлер жұмысын істемегеннен кейін бұл буллинг тарала береді, қалыпты жағдай болып қалады.